Сәлем, дәл қазір далаға шығып қайда қарасаң да бірге қол ұстасып, құшақтасып жүрген жұптарды байқайсың. Обидно. Кеттім мен. Соларға қайта-қайта көзің түсіп, өз жартыңды тапқың келеді ме? Тамаша, менің есімім Санжар Айдар. Мен арнайы сен үшін қызбен танысқандағы ең басты 10 қателік жайында бүгін сөз қозғаймын. Дайынсың ба? Онда кеттік. Сонымен ең басты бірінші емес, нөлінші қателік бұл сенің оның маңыздылығын шамадан тыс арттыруың. Яғни сен санаулы түрде сол қызды өз ойыңда өзіңнен әлде қайда жоғары қоясың. Қызды ойша бір таққа отырғызып, өзіңді оған лайықсыз көресің. Бұл көбінесе әдемі сұлу қыздарға қатысты болады. Сен бір көргенде еш ерекшелігі жоқ, қарапайым қызды көргенде, өзіңнің теңің сияқты сөйлесесің. Бірақ сырт келбеті әдемі қыз көрінсе, «О, құдайым-ау, бұл ханшайым принцессаның өзі ғой, уақыт тауып жерге қоныпты, оның көңілін қалай қаратсам болады екен-ау» деп ойлап жатасың. Бірақ олай істеудің еш қажеттілігі жоқ. Қыздың маңыздылығын шамадан тыс арттыруға болмайды. Сол үшін өзіңмен жұмыс жаса. Ал бірінші қателік бұл сен оған сіз деп сөйлеуге тырысасың. Ой, керемет! Как неожиданно. Әрине, мен түсінемін, бұл тәрбие. Бірақ қазіргі таңда тәрбиелі, ұқыпты, сондай бір жақсы жігіттерге қыздар қарай қоймайды. Қыздар көбінесе өз дегенін алмай қоймайтын, бұзық айтқанын істете алатын, өрескел, дөрекі жігіттерге қарайды. Алғашында танысқанда сен өзің сіз деп сыпайы сөйлеп бастап кетесің. Бірақ кейін бәрібір сен деп сөйлеуге көшесіңдер. Мінекей бастысы қателіктерді мойындап отыр. Сонда ойда жоқта өзіңе өзің кедергі жасаудың қажеті бар ма? Келесі қателік бұл сенің онымен танысу үшін алдын ала кешірім сұрауың. Мына бір сөз бар ғой. Кешіріңіз, сізбен танысуға бола ма? Бұл сөздің өзі сені сәтсіздікке алып келеді. Сен ұялатын нәрсе жасадың ба? Несіне ақталып отырсың? Не үшін одан рұқсат сұрап отырсың? Бұл жерде жігітсен бе, әлде ол ма? Бір көргеннен ұнады ма, қасына бар да сен ұнап қалдың деп айт. Ал белгілі бір қорқыныш болса, қыздан мекен жай сұрап, оның осы жерде не істеп жүргенін, қанша уақыт болатынын сұрауға болады. Көбінесе ортақ нәрселерден бастауға тырыс. Үшінші қателік бұл сенің одан рұқсат сұрауың. Сізден сұрауға бола ма? Сіз деп сөйлеспейміз, рұқсат сұрамаймыз. Немесе кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма деп айтуың керек еді. Жаңағы айтылған жоғарыдағы қателіктердің барлығын жасау үшін. Қыздың қасына барып ойыңдағы нәрсенің барлығын айтуға қорықпа. Ал егер сен рұқсат сұрайтын болсаң, оның жоқ деген жауабына бірден дайын бол. Төртінші қателік бұл қыздың телефон нөмірін бірден сұрағанын болып келеді. Көп жігіттер қызбен танысқанда бір-екі жағымды сөздер айтып, мысалы, сен сондай әдемісің, сондай көріктісің, маған өз нөміріңді қалдырып кетші деп айтып жатады. Жоқ, ол мен әдейі сөйтіп істеп қойдым. Бірақ қыздар логикаға жақын болмаса да саған өз нөмірін не үшін беру керек екендігін түсінбейді. Ең алдымен қасына барып, танысып, оны қызықтырып, келесі кездесуге келмейтін болса, неден айырылып қалатынын түсіндіру қажет. Ол мысал ретінде бірге кофе ішу, кешке бірге серуенде болуы мүмкін. Тағы да таныстық соңында қызға бір нәрсенің жетпей қалғанындай сезім болуы керек. Сол кезде ол өзі саған қызығып, нөмерін береді. Таныса салып, бірден нөмерін сұрауға асықпа. Келесі қателік бұл өзіңе күмәндануың. Егер сен қыздың қасына барып, әңгіме дүкен құрып бастасаң, күмән мен қорқынышты артқа таста. Түсінемін, ол әрине жеңіл емес. Бірақ ситуациялардың екі түрі бар екенін ұмытпа. Біріншісі бұл сәтті жағдайлар, екіншісі ол үйрену үшін жасалған жағдайлар. Қорытынды, сенің қызбен болған ең сәтсіз, жағымсыз таныстығың мүлдем таныспай, жай аузыңды ашып отыра бергенге қарағанда әлде қайда күштірек. Себебі таныстық көп болса, тәжірибе де көп болады.
Алтыншы қателік бұл сенің өз іс қимылдарыңды шектеуің болып келеді. Дәл қазір маған назар аударсаң болады. Мен не істеп жатырмын? Бұл жестикуляция деп аталады. Ал егер мен осылай қолымды қалтама тығып ұстап, сенімен әңгімелессем қалай болады екен? Немесе артқысына. Менің олай істеуімнің ең басты себебі көп жігіттер қызбен сөйлескенде тура солай жасайды. Құдай Мараттарға білмеймін вообще. Неге ондай болып қалған? Қолдары қалтасында немесе осылай қойып жатады. Бұл жабылу еш ақпаратты қабылдамау болып келеді. Қыз болса керісінше сенің денеңде энергияңның толып тұрғанын байқау керек. Сүмірейіп өзіңді қысып ұстағанның еш қажеті жоқ. Сен жасау мүмкін жетінші қателік бұл өзіңе өзің сенбегенің. Ал өзіңе өзің сенбейтін болсаң, саған ешкім де сенбейді. Сен не істеу керек екендігін білесің. Сегізінші қателік уақытынан бұрын берілу деп аталады. Сен қызға жақындап, танысуға тырысқаннан кейін, мен таныспаймын, уақытым жоқ дегенде, сен бірден окей деп кетіп қаласың. Бірақ уақытынан ерте берілуге болмайды. Бұл бір қарапайым тексеріс, сенің табандылығыңа деген тексеріс. Себебі оған күнделікті жүздеген жігіттер тура сен сияқты ұсыныс білдіріп жатады. Осылай ол өзіне сенімсіз деген жігіттерді белгілі тексерістен өткізеді. Мынау не деген логика, Қыздың осы сылтауларын шеше алған жігіт қана онымен сөйлесуге лайықты. Одан кейін сен қыздың нөмірін алайын деп жатқан кезде тағы бір мәселеге тап боласың. Мысал ретінде, мүмкін мен саған өзім хабарласайын. Сенің нөміріңді өзі сұрайды, бірақ әрине звондамайды. Нөмірімді бермеймін, Instagram, Facebook, ВКонтактеға жаз. Немесе екеуміз ертең осы жерде, осы уақытта кездесейік. Немесе анау, немесе мынау. Не деген бітпейтін сылтау. Осы жерде тағы да өзіңе сенімді еместер кетіп, тек мықтылар қалып, барлығын шешеді. Және соңғы қателік бұл оның нөмерін, онымен кездесуді жалынып сұрау. Бұлай істеудің еш қажеті жоқ. Себебі сен жігітсің және сен ұсынушысың. Маған бәрібір. Пофигу. Сұраушы емес, осындай керемет мүмкіндікті беріп отқан сен, ол емес. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Уақыт өткізбей саған ұнайтын қызыңды тезірек қаратуына тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.